Күйеуіме кредит алып бергенмін. 3 айдан асты, төлемейді, ақшасы бар. Бауырларының кредитін төлеп береді, мені елемейді де. Шотым бәрі жабылып қалды. Туыстарына шығып айтсам ба деп отырмын дейді. Туыстар не қатысы бар еді? Өзі осы туралы мен айтайыншы, мені кейін осы жерден қиып алып салып қоярсыздар. Өзі бауыр, қарындас, бауырмашылық жақсы қасиет, дұрыс қасиет. Бірақ өзі қарызға батып, өзі әйелінің аузынан жырып, балаларынан тартып алып, бауырға істеген жақсылық түбі өкініш әкеледі. Барлық тағы да қайталап айтамын. Балаларынан жырып, әйеліне бермей, яки болмаса олардан тығып, олардан жасырып, бұл әйелдерге де солай. Бауырларына, туыстарына берген жақсылық сіздің басыңызға қайғы алып келеді. Қазір айтып берем қандай қайғы келетінін. Бұл мен айтып отырған нәрсе еркектерге де айтып отырмын, және әйелдерге де айтып отырмын. Күйеуге шыққан қыздарға, яки шықпай қалған қыздарға. Бауырым менің, әпкем менің, сіңлім менің, туысым менің, жақыным менің деп жүгіре бересің, соларды өсіресің, қарыз алып соларға бересің, солар бауырымның баласы деп жүгіресің, оларды бүкіл жақсылықты жасайсың. Жасама деген сөз емес, шектен шығып, қарызға батып, өліп, талып, сонша жақсылық жасайсыз. Содан кейін сол бауырларың өзі саған жамандық жасайтын болады. Айтайын қандай жамандық жасайтын. Солар сенің жақсылығыңды әп-сәтте ұмытады. Одан кейін олардың өзінің баласы өседі. Сол кезде сен жағдайың төмен түскен кезде, сен маған жәрдем бер деп барған кезде саған жәрдем бермейтін болады. Біліп қойыңыздар. Естейтін бірінші сөзің, сен жақсылығыңды істеген ниетің дұрыс болмады. Ниет бауырға істелгенде қайтады деген нәрсемен емес, шынайы Алла үшін жасайды. Біз жақсылық жасау менен бағу дегенді көп ажырата алмаймыз. Сол өзі жақсылығың Құдайдың алдында өтті ме, өтпеді ме, қайдан білуге болады дегенде, сен жақсылық жасаған адамнан саған жамандық келеді. Осы жерін жақсы түсініп алыңыздар. Сен жақсылық жасаған адам саған жамандық жасайды. Сонда сен аузыңа ақ ит кіріп көге шықпау керек. Сен Алла үшін жасағасың, ответ жауапты Алладан ғана үміт етесің. Сол үшін жақсылықты біріншіден Алла үшін жасау керек. Қайтады, менің ой бауырым бұл бүйтеді, жоқ, Алла үшін жаса. Бұл ма? Одан кейін сен санайсың оған. Ол кейін барып, мен саған бүйткем, мен саған балаңды үйлендіргем, қызыңды байға бергем, сөзде үйткем дегенде естейтін мына сөз болады сіздерге. Жаңа айттым ғой қандай сөз естейтін деген. Екі сөз естейсіздер. Бірінші сөз, мен сенен сұрадым ба дегенде естейсіз. Я тебя просил деген сөзді естейсіз. Мен сенен сұрап бердім, жақсылық істе дегенде, өзің істедің, не айтып отырсың маған деген сөзді естейсіз. Бұл анық болады. Сондықтан әйелден яки күйеуден жасырып, балаларыңызға, бауырларыңызға жақсылық жасадым деп, олай мақтанбай-ақ, масаттанбай-ақ қойыңыздар. Екіншіден, жақсылықты жасау керек бауырларға, бірақ сіздің семьяңыз, сіздің балаңыз, сіздің әйеліңіз, әйел болса күйеуіңіз, бұдан төменшілік, яғни қысымшылық, азшылық болмау керек. Өзіңнің қарызың белуардан асып атыр. Әйеліңнің аш, үстіне бір киім әпермегенсің, балаңның бір дамбалы жоқ киетін, школдағы аяқ киімі жыртық, сумкасы жыртық, сөйтіп жүрген кезде өтіріктен бауырмашыл болмай-ақ қойыңыздар. Бауырмашылықтың сен жатып, төсек тартып жатып қалсаң, любой еркек сенің құйрығыңды бауырың жумайды, сенің бауырың сайны қарамайды, сенің бауырың сенің кіріңді жумайды, сенің астыңды тазаламайды. Сол кезде сен тепкілеген, қарызға батырған, кредитіңді жауып бермеген әйелің сенің қамқоршың болатын, ұмытпаңыз. Сол кезде Құдайдан қорқып, иманды болған әйел, қой бұл ақымақ болса да енді білместігі шығар деп, тілін тістеп тұрып, саған жақсылық жасай беретін ұмытпа. Сондықтан менің бауырым бар бауырым дегендер кішкене мынау ойларыңызды семьяға бұруға шақырамын. Тәртібі де солай, шариғатта талабы да солай.